центрін тауып жібімізді, яғни менде ақ түсті жіп, және де бір петля бекітеміз. Дәл осы жерден тағы да бір столбик без накида тоқимыз. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. 2 3 басында сәл қиындау болады. Яғни осылай өзіміз айналдыра столбик без накида тоқып шығамыз. 94, менде 94 столбик без накида шығу керек. Әрі қарата өзіміз тоқиық. Тоқу барысында мына жіпті арасына салып тоқуды ұмытпаңыздар. 94 столбик без накида тоқылды, және де мынау тұрған бірінші петлядан жұмысымызды аяқтаймыз. Мінекей. Енді тағы да бір петля көтереміз де, осы жерден бір столбик без накида аламыз. Дәл осылай айналдыра тағы да 94 столбик без накида тоқып шығамыз. Біз осылайынан 4 қатар тоқимыз. Яғни мен басында бір қатар тоқыдым, және де осындайдан 3 қатар тоқитын боламыз. Осылай өзіміз тоқып шығайық. Мінекей айналасын тоқып болдым. Енді кроссовкиіміздің үстіңгі бөлігін, яғни алдыңғы жағын тоқитын боламыз. Ол үшін ортасын тауып аламыз. Не көз мөлшерімен осы деп аламыз, болмаса 94, яғни 2-ке бөлгенде 47. 47 деп санап алсаңыздар да болады. Не мынау ортасы деп аламын да. Осы ортасынан былай қарай 4-еу, былай қарай 4 петля санаймын. 1, 2, 3, 4. Мінекей. Осы 4-ші петляның қарасаңыздар, мінекей. Бер жағы тұр, міне, өрілгенінің, сосын және ар жағы. Осының ар жағынан, яғни күрчегімізді салып, жібімізді бекітеміз қазір. Бекітемізде бір петлямен, яғни бекітіп аламыз. Осы жерден тағы да столбик без накида тоқимыз. 1 ар жағынан аламыз. Жаңа өрілгеннің косичканың, яғни 2 ар жағынан аламыз. 3 ар жағынан аламыз. 4 ар жағынан аламыз. 5 ар жағынан аламыз. 6 ар жағынан аламыз. 7 ар жағынан аламыз. 8. Неке 8 столбик без накида тоқылды. Енді 3 біріктіру петлясын жасаймыз. Оны да арғы жағынан, яғни өрілгеннің бер жағы емес, ар жағынан біріктіру петлясын жасаймыз. Осылай мінекей. Алып 1 келесінен аламыз. 2 келесінен аламыз. 3. Енді жұмысымызды бұлай қарай айналдырамыз. Бүйтіп емес, бұлай айналдырып аламыз. Енді 3-ші петлядан, яғни 1, мінекей. 1, 2, 3. Осы 3-ші петлядан бастап
тоқимыз. Столбик без накида, яғни 9 столбик без накида тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 соңғысы 9. Енді тағы да 3 біріктіру петлясын жасаймыз. Ол үшін күрчектің алдыңғы жағына жұмыс жібімізді өткіземіз де, келесі тұрған міне мынау, яғни бер жағынан аламыз. Міне мынаған тиіспейміз. Міне мынаған тиіспейміз. Мына петляға тиіспейміз де, бер жағынан яғни аламыз. Жібіміз, жұмыс жібіміз күрчектің алдында шығарып аламыз да, осылай біріктіреміз. Тағы да екіншісі бер жағынан аламыз. Енді үшінші. Жұмысымызды, яғни солдан оңға қарай айналдырамыз да, тағы да үшінші петлядан бастап тоқимыз. Мінекей. Бұл бізде үшінші қатар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Яғни біз үшінші қатарда 10 столбик без накида тоқыдық. Міне үшінші қатар бізде, яғни 3 столбик без накидадан біріктіріп жүрдік қой, енді 2 столбик без накидадан біріктіреміз. Яғни петляның ар жағындағы 1 2. Жұмысымызды айналдырамыз. Енді төртінші қатар. Төртінші қатарда 11 столбик без накида тоқимыз. Яғни 1 2. Екіншісінен бастаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Мінекей 11 столбик без накида тоқылды. Және де 2 біріктіру петлясын жасаймыз. Жаңағыдай күрчегіміздің алдына жібімізді шығарып аламыз да, біріктіреміз. Міне келесі тұрған, шатасып кетпеңіздер, мына алдыңғысы, мына келесі тұрған петлядан өстіп біріктіру петлясын жасаймыз. Жұмысымызды айналдырамыз. Енді 5-ші қатар. 5-ші қатарда 12 столбик без накида тоқылады. Ең алдымен біз екінші тұрған петлядан жұмысымызды бастаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Енді 2 біріктіру петлясын жасаймыз. Яғни ар жағынан 1 2. Жұмысымызды айналдырамыз. 6-ші қатар. 6-ші қатарда 13 столбик без накида тоқимыз. Біріктіргеніміздің екінші несінен,
екінші петлядан бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13. Енді екі біріктіру петлясын жасаймыз. Бір, екі. Жұмысымызды айналдырамыз. Жетінші қатар. Жетінші қатарда 14 столбик без накида тоқылады. Екінші біріктіру петлямыздан бастап тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13 және де соңғысы 14. Екі біріктіру петлясын жасаймыз. Бір, екі. Жұмысымызды айналдырамыз. 8-ші қатар. 8-ші қатарда 15 столбик без накида тоқимыз. Екінші біріктіру петлямыздан бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Екі біріктіру петлясын жасаймыз. Бір, екі. Жұмысымызды айналдырамыз. Енді 9-ші қатар. 9-ші қатарда екінші біріктіру петлямыздан бастаймыз. Яғни 16 столбик без накида тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Екі біріктіру петлясын жасаймыз. Бір, екі. Жұмысымызды айналдырамыз. 10-ші қатар. 10-ші қатарда 17 столбик без накида тоқылады. Екінші біріктіру петлямыздан жасаймыз, бастаймыз. Бір, екі, үш, 13, 14, 15, 16, 17. Енді екі біріктіру петлясын жасаймыз.
1 2. Жұмысымызды айналдырамыз. Енді 11-ші қатар. 11-ші қатарда 18 столбик без накида тоқимыз. Екінші петлямыздан бастаймыз. 1 2 3 16 17 18. 18 столбик без накида тоқылды. Енді біріктіру петлясын жасаймыз. 1 2. Жұмысымызды айналдырамыз. 12-ші қатар. 12-ші қатарды 3-ші петлядан бастап тоқимыз. Яғни 1 2 мінекей. Мына осы 3-ші петлядан бастап тоқитын боламыз. 18 столбик без накида тоқимыз. 1 2 3 15 16 17 18. Енді біріктіру петлясын жасаймыз. 1 2. Жұмысымызды айналдырамыз. 3-ші петлядан бастап 18 столбик без накида тоқимыз. Яғни 1 2 3. 1 2 3 15 16 17 18. Соңғысы 2 біріктіру петлясын жасаймыз. 1 2. Жұмысымызды айналдырамыз. 14-ші қатар. 14 15 16-ші қатарды дәл осындай қылып тоқимыз. Яғни 3-ші столбик без накидадан бастап 1 2 3 4 17 18. 2 петляға біріктіреміз. 1 2. Жұмысымызды айналдырамыз. 15-ші қатар. 15-ші қатарда тағы да 18 столбик без накида тоқимыз. 3-ші петлядан бастаймыз. 1 2 3 16 17 18. Енді 2 біріктіру петлясын жасаймыз. 1 2. Жұмысымызды айналдырамыз. Енді 16-ші қатар. 16-ші қатарда да 18 столбик без накида тоқимыз. Яғни 3-ші столбиктен бастаймыз. 1 2 3 16 17 18. 2 біріктіру петлясын жасаймыз. 1 2. Жұмысымызды айналдырамыз. Енді 17-ші қатардан біз, яғни кроссовки болғаннан кейін тілі болады ғой, сол алдыңғы жағын, яғни тіл деп аталады. Білмеймін, сіздер қалай атайсыздар. Соны тоқып бастаймыз. Яғни ол осы 3-ші столбик без накидадан бастап тоқып бастаймыз. 1. Бұл бізде 17-ші қатар. 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 және де 18. Яғни жазып отырсаңыздар болады. 17-ші қатардан біз, яғни алдыңғы жағын тілін тоқып бастаймыз. 18 столбик без накида тоқылды. Енді біз осы алдыңғы қатарда біз біріктірдік қой. Сол петляға қайтадан біріктіретін боламыз. Яғни соединительный петля жасадық. Жұмысымызды айналдырамыз да, ары қарата 18-ші қатарды бастаймыз. Яғни айналдырмай тұрып, бірінші бір петля көтеріп аламыз да, содан кейін барып айналдырып, ары қарата тоқып кетеміз. Яғни 18 столбик без накида тоқимыз. 1 2 3 13 14 15 16 17 18. Енді бір петля көтереміз. Бұл бізде 18-ші қатар аяқталды. Енді 19-ші қатарды тоқимыз. 19-ші қатарда дәл осы бір петля көтерген тұстан, яғни бірінші петельдан бастап тоқитын боламыз. 1 2 3 16 17 18. Бір петля көтереміз де жұмысымызда айналдырамыз. 20-ші қатар. 20-ші қатарда дәл осындай қылып тоқимыз. Яғни бірінші столбик без накидадан бастаймыз. Бірінші тұрған петлядан. Дәл осылай сіздер айналдырып 18 санап отырыңыздар. 18 столбик без накидадан 31-ші қатарға дейін тоқисыздар. Яғни 30-ші қатарға дейін, 30 қатарды өзіміз осылай тоқып шығамыз. Яғни бір жұмыс басталғанда және аяқталғанда бір петля көтеріп отырып тоқитын боламыз. Бұл менде қазір 20-ші қатар. Мінеки 20-ші қатарымыз аяқталып қалды. 21-ші қатардан бастап 30-ға дейін бір петля көтереміз. 30-ға дейін дәл осылай өзіміз тоқимыз. Яғни жұмыстың басында және соңында бір петля көтеріп отыруды ұмытпаңыздар. Сосын 31-ші қатарда басқа жіппен тоқитын боламыз. 30 қатар тоқыдым. Соңғы 30-ші қатар. Яғни бір петля көтергенде біз басқа жіптен тоқитын боламын. Яғни осы бір петляны осымен көтереміз. Енді жіпті қиып тастасаңыздар болады. Жұмысымызды кері айналдырамыз. Осы тұрғаннан бірінші петля бар ғой, содан бір жіп аламыз да, келесі петлядан тағы да бір жіп аламыз. Күрчегімізді 3 жіптен біреу шығарамыз. Яғни бұл қысқарту. Бұл бізде 31-ші қатар. Келесі. Енді келесін жай тоқып кете береміз. 14 столбик без накида тоқимыз. 14 столбик без накида тоқылды. Енді соңында қалған 2 петлядан, яғни бір петля қысқартамыз, яғни біреу алдық. Келесі тұрған соңғы петельден тағы біреу алдық. Күрчегімізді 3 жіптен біреу шығарамыз. Бір петля көтереміз де жұмысымызды айналдырамыз. Енді бізде тағы да қысқарту жасаймыз. 32-ші қатар. 32-ші қатарда бірінші тұрған петлядан біреу, келесі тұрған петлядан тағы біреу.
Күрчегімізді 3 жұптан біреу аламыз. Енді 12 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 12. Мына тұрған 2 петлядан 1 петля жасаймыз, қысқартамыз. Күрчегімізді 3 жұптан біреу шығарамыз. Енді 33-ші қатар. 33-ші қатарда 1 петля көтереміз де жұмысымызды айналдырамыз. 33-ші қатарда 2 рет қысқартамыз жаңағыдай. 1 петля алдық, келесінен тағы да 1 петля аламыз да, одан 2 петлядан 1 петля шығарамыз. Енді жартылай баған тоқимыз. 1 петля күрчекқа ілдім, 1 жіп ілдім. Осы келесі тұрған петлядан, яғни жіпті шығарып алдым, күрчекті 3 жіптен біреу шығардым. Тағы да күрчекқа жіпті ілдім. Келесі петлядан тағы да 1 петля жасап алдым. Енді әр қарата 6 столбик накидым, яғни толық баған тоқимыз. Күрчекқа жіпті ілдікте 1 баған, 2 баған, 3 баған, 4 баған, 5 баған, 6. Енді тағда жартылай баған, 2 жартылай баған тоқимыз. 1, 2. Қысқартамыз. 1, 2. Мінекей. Осымен біздің 33-ші қатарымыз аяқталды. Жібімізді түйіп, қиып алсақ болады. Енді біз яғни мына жағын тоқитын боламыз. Мінекей, осымен алдыңғы жағын, яғни тілін бортик деп айтады, немесе тоқып бітірдік. Енді осы жағын келесі бөлімде тоқитын боламыз.